Бұл ежелгі Қытай рецепті. Уақытпен тексерілген. Тән саулығын сақтау мәселесінде басты шара саналатын, әдеттегі медициналық әрекеттер пайдасын тигізбеген кезде жасалатын амал деседі. Қытайлықтар күрішті ерекше жақсы көреді. Бұл тағамды көп тұтынатындар да кездейсоқтық емес. Дұрыс дайындалған күріш өмірді ұзартып, ағзаны қажетті заттармен қамтамасыз етіп отыратын өте пайдалы тағам. Достар, видеоны соңына дейін көруге кеңес береміз. Видеоны соңына дейін көрмес бұрын каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны баса кетіңіздер. Күріш жеп отырған кезде ағзадағы токсиндер сыртқа шығады. Асқазан мен ішек жұмысын ретке келтіреді. Дегенмен күрішке қарағанда оның суының пайдасы мол. Егер бұрын соңды күріш суының пайдасы туралы естімеген болсаңыз, бұл жазбаны сақтап қойғаныңыз жөн. Ал айтарымыз мынау: мінсіз келбет, күш қуат, сау тері күріш суын тұтынатын адамдардың серігі. Күріш суы ағзаны көмірсулармен қамтамасыз етіп, асқазан ауруларын емдейді, артериялық қысымды ретке келтіреді, оба ауруының алдын алады. Мұнымен қатар, оның косметикалық қасиеті бар. Саңылаулардың аузын бітеп, тері түсін біркелкі етіп, майлылық деңгейін азайтады. Ертеде қазіргідей арнайы дайын сусынмен тағамдар шықпаған кезде, ата-аналар балаларын осы сусынмен тамақтандырған. Бүгінде жиі айтылатын бұрынғының балалары мықты болған деген сөз осындай табиғи ас судың арқасы екені жасырын емес. Ертеректе күріш суының арқасында дисбактериоз, гепатит сынды аурулар өте сирек кездескен болатын. Ол өте қарапайым әдіспен дайындалады. Аз мөлшердегі күрішті суға салып қайнатыңыз. Бір стақан суға біраз қасық күріш жеткілікті. Күріш жартылай піскен шақта су түсі өзгереді. Онымен күніне 2 рет бетіңізді жуыңыз. Бір аптаның ішінде оң нәтижесі байқала бастайды. Ал күрішті суға қайнатып, оған айран қосып ішсе, асқазан ішекті тазартып, ағзаны, теріні жақсартатын дайын детокс дей беріңіз. 3 немесе 5 күнге созылған осындай диета ұстансаңыз, жасушаларды жаңарып, ағзаға жиналған тұздан арыласыз. Бұл диетаның ерекшелігі күріш плюс айран ботқасын қалауыңызша жей беруіңізге болады. Айтпақшы, күріш қайнатылған суды жиірек ішу бауырды сауықтырады. Сонымен бірге буындарыңыздың сықырлағаны қойып, жаныңызда нұр ойнап, тырнағыңыз қатайып, шаштарыңызда жылтырай бастайды. Сонымен бірге осындай көктемдің мезгілінде ұйқыңыз жақсарып, шаршау азаяды. Бұл тазалау ағзаны жасартып қана қоймай, көптеген аурулардың алдын алады. Көбіміз дұрыс өмір салтын сақтамайтынымыз шындық. Кейбіреулер арақ ішіп темекі тартады. Салдарынан адам ағзасы уытты заттармен уланады. Артық салмақты адамдарда көп. Ауырмайтын адам жоқ. Өзім көп дәрі қабылдағандықтан бауыр, бүйрек, асқазан ауырып, дәрі-дәрмек отынан болған токсиндерден тазалану жолын іздеп, Тибет монахтарының күрішпен тазалау рецептін таптым. Қолданып жүрмін. Қолданған таныстарымның арқасында денсаулыққа да пайдасы болғанын және тіпті арықтауға да себеп болатынын көріп те жүрмін. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен бірге, осы видеоны өзіңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жіберуді өтінеміз. Қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер.